Өз бизнесіңізді ашамын деп аңсап жүрген болсаңыз, аңсаған балабақшасы сізге дайын тұр құшақ жая. Сәлем, әлем. Қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Сарыағаш қаласынан осындай тамаша, жаңа, заманауи жобадағы салынған керемет балабақша 250 балаға арналған шұғыл түрде сатылымға шығып тұр. Толық жағдай жасалған 40 соттық жер телімімен 2 деңгейлі, 2 қабатты өте үлкен ғимарат. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бірге толық обзор жасайық. Ал ішіне кіретін болсақ, осындай тамаша өте үлкен коридордан 2 этаждан тұратын, жан-жақты 11 топтан құралған балабақша 250 балаға арналған өте керемет бизнес под ключ сатылымға шығып тұр. Кірген кезде сразу сол жақ беткенде осындай тамаша меңгерушінің кабинеті, барлық шкафтармен жабдықталған, сәлеметсіз бе кешірерсіз. Және де мінекей видеонаблюдение қарастырылған. Бұл асханасы, осы балапандарға тамақ әзірлейтін осындай тамаша кең, бар жағдайы жасалған асханасы, ас бөлмесі. Тихий час болғандықтан бірнеше группаны аралап шығайық. Бірге кеттік, обзор жасайық. Осындай киім шешетін гардеробный балдарға арналған, толық өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет сәнді балабақшаның ішінде жүрміз. Мынау әрі сабақ өтетін, әрі тамақтанатын осындай тамаша зал, ар жағында жатын бөлмесі бар. Балалар ұйықтап жатыр. Логопед дефектолог кабинеті, осындай барлық жағдай жасалған, балдардың осы жерде білім алып жетілгеніне осындай тамаша бар жағдай қарастырылған. Өте кең, жап-жарық, осындай сәнді кабинеттің бірі. Мінекей мынандай бірнеше тобымыз бар. Кораблик тобын обзор жасайық. Мінекей кірген кезде осындай керемет тоже балдар киінетін гардеробный, осындай тамаша әшекейленген. Ал мынау залымыз, осындай өте үлкен зал бөлмесі. Балдар сабақ оқып тамақтанатын. Кораблик тобының ішінде жүрміз. Ар жағында балдар демалып жатыр. Тихий час. Сыртына келетін болсақ, осындай тамаша балапандарға арналған ойын алаң, жазық алаң, және мінекей мына жақта жабық алаң. Осындай керемет барлық балапандардың жағдайы жасалған өте үлкен заманауи жобадағы балабақшаны сіздерге ұсынғалы отырмыз. Толық мәлімет Реал Шымкент парақшасында.